Әйелім бар, бірақ басқа қызды сүйемін. Сырласу. Соңғы кезде менің өмірімде шытырман оқиғалар тым жиілеп кетті. Бір себептерге байланысты жұмыстан да шығып кетіп, әйелімнің туыстарының арқасында тағы да бір жұмысқа орналастым. Онда жүргізуші қызметін атқарып жүріп, ойламаған жерден сонда жұмыс істейтін бір қызға есі ғашық болдым. Сезім шіркінді тежеп тастау өте қиын екен. Не істерімді білмей басым қатып кетті. Мұндай жағдайдан қалай шығу керек? Қандай ақыл кеңес айтасыздар? Осыны білу үшін алаш айнасына іштегі жан сырымды ақтарғым келді. Мен Қарағанды облысының шағын қалаларының бірінде тұрамын. Үйленгенмін. Бір ұл, бір қызым бар. Әйеліміз екеуміз сүйіп қосылдық. Жеке отау құрып, үйлі баранды болдық. Басшылықпен түсіне салмай, жап-жақсы істеп жүрген жұмысымнан бір күнде айырылдым да қалдым. Осылай 2 айдан бері жұмыссыз жүргенімде әйелімнің әпкесі бізді жас семья ғой деп түсініп, өзі басшылық жасайтын мекемеге мені жүргізуші етіп алды. Онда бухгалтер болып қызмет ететін жас қызды жұмыс барысымен әрі-бері тасып жүріп, әңгімеміз де жарасып кетті. Осылайша оны бірте-бірте ұната бастадым. Тіпті уақыт өте келе, оған деген сезімім күшейіп, ессіз ғашық болдым. Оған жіпсіз байланып, жатсам да, тұрсам да соны ойлайтын болдым. Отбасым бар екен ойлап қанша ұмытуға тырыссам да, бірақ оған деген сезімім суынар емес. Бір күні достармен бас қосып ішімдік ішкеннен кейін, оған телефон соғып, оңаша отырып сөйлесуді өтіндім. Ол келісім берді. Кафеде отырып қызумен оған деген сезімімді жайып салдым. Ол маған ештеңе деген жоқ. Мас қой деді ме, әйтеуір көзін төмен қарай түсіріп алып, күлімсіреп отыра қойды. Ертесіне сол қылығым үшін қатты ұялдым. Оған қарауға бет жоқ. Не істерімді білмей далада жүрсем, өзі маған келіп, сіз кеше маған ішіп алып сөз айттыңыз ғой деп, бәрін ойынға айналдырып жіберді. Осылайша арада біраз уақыт өткенде өзі маған SMS жазды. Сіздің өткендегі әңгімеңізді әлі ұмыта алмай жүрмін. Есіме түссе жүрегім дүрсілдеп кетеді. Сіздің әйеліңіз бар екенін түсінемін. Бірақ сізді күнде көріп жүргенімнің өзі мен үшін үлкен бақыт деді. Осыдан кейін бізде роман басталды. Жасырын кездесіп жүрдік. Мен онымен бірге өзімді өте бақытты сезіндім. Тіпті онымен бірге өткізген әрбір сәт мен үшін үлкен мереке болды. Бірақ уақыт өте келе осының бәрін әйелімнің әпкесі біліп қойып, ол қызды жұмыстан қуып жіберді. Тіпті бұл туралы әйеліме де айтып, үйде ұрыс-керіс те басталды. Мен ештеңені мойындаған жоқпын. Бәрі жалған дедім. Алайда тамақ ішіп болғаннан кейін төсекке жата бергенде шыдай алмай барлық шындығымды айттым. Ол түнімен жылап, ертесіне менімен бірге жұмысқа барып, әлгі қыздың шашын жұламын деді. Бірақ жұмыста айқай шықпасын деп, мен ертесіне жұмысқа бармай қалдым. Оны да ешқайда жіберген жоқпын. Ертесіне жұмысқа барсам, сүйіктім жоқ. Телефон сөндірулі. Әйелімнің әпкесі кабинетіне шақырып алып, әбден ұрсып тастады. Ол қыздың жұмыстан шығып кеткен кейін әріптестерімнен білдім. Осыдан кейін әйел менің әр қадамымды аңдайтын болды. Бірақ оған деген сезімім артпаса еш кеміген жоқ. Арада 1-2 ай өткен соң, кешкісін үйде отырғанда шыдай алмай далаға шықтым да сүйіктіме телефон шалдым. Көліктің ішінде отырып, онымен телефон арқылы сөйлесіп отырсам, әйелім жетіп келіп телефонды қолымнан жұлып алды. Тағы да айқай-шу, ұрыс-керіс, жылау басталды. Қатты ашуға булығып, әйеліме мен кетемін, сонымен бірге тұрамын деп үйден кетіп қалдым. Түнімен ішімдік ішіп, досымның үйіне қондым. Досым болса, ғашық болсаң ғашық шығарсың, бірақ не болса да отбасыңды сақта. Мұны да Алланың сынағы деп біл. Бақытты болғың келсе жақындарыңа бақыт сыйла. Ал сенің ең жақының бауыр етің балаларың ғой, деді. Осы айтқандарды ойлап, ертесіне үйге қайтып келдім. Тағы да ұрыс-керіс басталды. Әйеліме деген көңілім қатты суып кетті. Сосын оған, мен саған мұнайды аударып беремін. 2 баламен осында тұр. Ал мен кетемін деп айттым. Осы кезде әйелімнің де, менің де жүрегім қатты ауырды. Түнімен ұйықтай алмадық. Ақырында ол, сен оған бір жола кетпе, бірге тұра берейік. Бірақ оған да барып тұр деді. Бірақ ойдан 5 минутқа шығып кетсем болды, дереу телефон шалады. Қайда жүргенімді сұрайды. Қызғанады. Ешқайда жібергісі келмейді. Әрине, оны да түсінемін ғой. Бірақ әлгі қызды ұмыта алар емеспін.
ойымнан еш кетпейді. Менің өмірім ол қызсыз өмір емес секілді. Басым қатып кетті. Күннен күнге махаббатқа құса болып, ол қыздан басқа ешкімді ойлай алмайтын болдым. Менің басымдағы жағдай басқа біреулерде кездесе ме екен? Мұндай жағдайда не істеуге болады? Бәлкім, мені түсінетін, өз ойын, ақыл кеңесін білдіргісі келетін жандар табылып қалатын шығар. Автор Сәбит, Алаш айнасы порталынан. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.